Өте жақсы дайындық болды, тыңғылықты дайындалып бара жатырмыз. Оның алдында жаңағы Түркістан облысында оқу-жаттығу жиындарын өткізген болатынбыз. Күшке арналған мына жаққа келіп арнайы жекпе-жекке дайындық өткіздік. Бәрі ойдағыдай, бірақ дегенмен бұл алда келе жатқан жарыс бір үлкен бір жарыстардың бірі емес. Бұл жай алдағы жарыстарға дайындық деп білеміз. Сол себепті дайындық жақсы, бірақ әлі 100% бәріміз өзіміздің бабымызға кірдік деп айта алмаймын. Әлем кубогы ғой, негізгі жарыс Астанада өтетін. Иә, бапкерлердің жоспары солай болып отыр. Тізім шыққан екен, сізді көрдік тізімнен. Бұл енді соңғы тізім бе, әлде белгісіз бе әлі? Енді ол жағын нақты айта алмаймын, себебі бас бапкер бар, Қайрат Тұрсынханұлы. Сол кісі қалай айтады, солай болады. Жалпы осы жарыста да біздің бәрімізді қараймыз деген болатын, баптарымызды, қалай дайындалғандарымызды. Егер мүмкіндік беріп жатса, барыңыз саласыз ғой. Әлем кубогы бар, әлем чемпионаты бар одан кейін. Иә, әрине. Оның алдындағы интервьюларда айтқандағыдай, бәрі тек қана мемлекет мүддесі үшін. Егер мен ұлттық құрамаға жаңағыдай өзімнің қосатын нәрсемді қоса алып жатсам, жақсы нәтижелер көрсетіп жатсам, тек қана қуана осындай үлкен жарыстарда өнер көрсетуге дайынмын.